Енді қазір ұрпақ тәрбиелеу дегенде күрделі мәселелердің біреуін айланып тұр. Өйткені мына заманның дамуы ұрпақ тәрбиелеуді күрделестіріп жіберді. Мен бір үйге барам. Кішкене бала ассалаумағалейкум десе, қолым, ойбай қолым сындырып жүр. Не деген күшті бала десең, анау бүйтіп қалады. Сонан кейін мен күшті екенмін деп ойлаймын. Сол үшін жаңа баланы мақтау, баланы басып отырған сайын басыла береді. Баланы мақтау керек. Артықшылығын айта берсе, дами береді. Мен андай. Оның кемшілігін айтсаң, ол жасиды. Жоқ, керемет, ондай байдың қызында да болады. Сені өте жақсы алады екенсің. Болашағынан өте үлкен үміт күтуге болады. Менің ұлым 14 жасында домбыра ұстамай кетті. Бұрын қатты домбырашы болды. Сосын Секен Тұрысбекке шерт деді, шерті бар. Мен сендей жасымда мынандай шерт алмайтын. Сенен үлкен күйші шығады деп еді, қайтадан домбыраны ұстады. Қайта күйші болып кетті. Соны бір ауыз сөзбенен адамды рухын көтеруге болады. Сол үшін баланы қайту керек, мақтау керек. Баланы әрқашан демеп отыру керек. Тіпті баланы жаңағындай көп қазіргі заманда ауру көп қой. Сол ауруын келтіріп шығару бір мен ойлаймын 70-80% шешеде. Әке балаға оншалық әсер етпейді. Шешесі қандай болса, баласы сондай. Сол үшін жаңағы әйел алуда қателеспейді.